Қазақстан Республикасы ұлттық ұланы әскери институтының алдында салтанатты шара барысында саптық байқау жүргізіліп, жергілікті полиция қызметі және Петропавл қаласы ішкі істер басқармасы криминалдық полициясының жас қызметкерлері Қазақстан Республикасына адал қызмет ету үшін ант қабылдады. Байқау барысында бөлім басшылары Петропавл гарнизоны қызметкерлерінің жазғы маусымда жұмыс істеуге қаншалықты дайын екендігін тексерді. Сондай-ақ формалық киім үлгісі, құжаттар, қызметкерлердің жарғыны меңгеру қаралды. Байқаудың қорытынды бөлігі ант қабылдаумен аяқталды. 8 жас қызметкер отан алдында адал қызмет атқаруға ант беріп, 10 қызметкер облыстық бас полицияның қолынан кезекті арнайы шендерін алды. Служба полиция – это трудная работа. Полиция қатарында қызмет атқару заңға және адамдарға деген құрметке негізделетін үлкен шыдамдылықты, азаматтық міндетті, адалдықты талап ететін ауыр қызмет. Біздің мақсатымыз адамдардың құрметін иеленіп, Қазақстан Республикасының азаматы мен патриоты атына лайық болып, барлық талаптарды абыроймен орындау. Сіздердің әрқайсыларыңыз өз істеріңіздің шеберлері болу үшін барлық күш-жігерлеріңізді салуларыңыз қажет. Байқау полицейлер мен әскери қызметкерлердің салтанатты сап түзеуімен аяқталды. Күн сайын қоғамдық тәртіпті сақтауға және облыс орталығындағы жол қауіпсіздігін қамтамасыз етуге құқық қорғау органдарының 300-ден астам қызметкері тартылады.